Сәлем баршаңызға, мынандай ойын жасадым. Бұл ойын көбіне математикалық бағытта қолданылады. Бұл ойын балалардың ұсақ қол моторикасын дамытады. Қалай дамытады? Мына жерде мына мысалы алсаңыздар, мынаның бала қолы дамиды. Мына жерге қояды, мынаны алады, орындарын ауыстырады, мына жерге қосу қоятын болса, мыналарды былай жапсырып, кәдімгі жасап, қолын жұмыс жасатқызады. Және қолы жұмыс жасаған жерде баланың ойлау қабілеті дамиды. Және мына жерде сонымен қоса есеп шығаруды үйренеді, санауды үйренеді. Енді мына жерде 10-нан азайтамын 4 тең болатысын балалар мына жерге жазу керек. Мына жерде сандар тұр, көрдіңіздер ме? Осы сандарды мына жерге қою керек. Енді алдымен балаларымыз біздер баяда қолымызды бүйтіп есептеп отыратын едік қой. Енді есептеп айқайлап ұрыспайтын болады апайлар. Мына жердегі саусақтарды жұму арқылы есеп шығаруға болады. Міне 10-нан 4 аламын. Міне 4 саусақты былай жұмып тастаймыз. Міне сонда тең болады 6 болады. Мына жердегі 6 санын әкеліп мына жерге жапсырады. Балаларыңызға жасап беріңіздер, өте тамаша, керемет болады. Каждый баланың алдына берсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді.